Бүгін біз қысқы баклажан салатын жасаймыз. 4 килограмм тазартылған баклажан, помидордан 2 килограмм, пияздан 1,5 килограмм, болгар бұрышынан 1,5 килограмм, жасыл түрін, қызыл түрін қосса да болады, чесноктан 150 грамм және масло растительный подсолнечное маслодан 700 миллилитр қолдандым. Қыздырып майға қуырмалау керек пиязды. Сол үшін ең соңында кинза зеленый, жасыл кинзаны кесіп майдалап турап салып, 2 ас қасық уксус қосып араластырып, бір қайнатып шығардым. Банкілерге құйдым. Жалпылама тұзды, қантты өзіңіздің таңдауыңызға қарай қоса бересіздер. Мен 3 ас қасық тұз салдым, 3 чайный ложка песок қостым. Мінекей баклажанды турап қойыппыз. Мына босап қалды. Үстіне тұз салғаннан кейін босайды. Мінекей босап суы шығады. Қазір неге салып, елгезерге салып суын сырғап аламыз. Мінекей помидорды, мына жерден 2 кило помидорды тураймын. Және 1,5 килограмм болгарский перісті тураймын. Болгарский бұрышты тураймын да қуырмалаймын. Мұнда үлкен 20 литрлік кастрюльді алдым. Молынан жақсы араластыру үшін жаңағы мінекей майды күйдіріп жатырмыз. Күйдіріп болғаннан кейін оған пиязды салдым. 1,5 килограмм пиязды. Ол жақсылап сарғайғанша қуырдым. Одан кейін помидор салдым. Помидорды жаңағы бір 15 минуттай қайнаттым. Одан кейін барып болгар бұрышын салып араластырып тағы қайнаттым. Оны 20 минут қайнаттым. Мінекей помидор менен пиязды жақсылап қуырмаладық. 20 минут, 15 минут. Енді болгарский перісті саламыз үстіне. 2 килограмм болгарский перісті салды, болгарский бұрышты және 2 средний қызыл бұрышты салды. Острый жаңағы горки өте ащы. Енді араластырып, бір тағы да 20 минут қайнатамыз. Араластырып тұрамыз. Қайнатып отырған кез арасында. Жақсылап тұрып араластырып отырмыз. Байымай. Жақсылап араласты. Енді 20 минуттан кейін баклажанды саламыз. Баклажанды салып 4 килограмм жақсылап араластырып, газға қойып қоямыз. Отқа астын басайтып 1 сағат қайнайды. 1 сағаттан кейін ол дәмін қайтадан татып көреміз. Бәрі піскен болып шығады. Баклажанымыз даяр болды. Енді құйып бастаймыз банкілерге. Асын өшірмеймін. Жайлап қайнап тұра береді. Асын басайттым. Негізі өшіріп тастамай сол жайлап құйған дұрыс. Бисмилла. Мінекей енді қақпағын жабамыз.
жабамыз. Бекітеміз. Біз 1 литрлік банкіден 8 банка шықты. Мінекей әп-әдемі болып шықты. Дәмін татып көрдім, өте керемет, күшті. Жасап көріңіздер. Айтқанды ұмытып жатырмын. Бұл жерде мен түсірердің алдында жаңағы зеленый кинзадан, жасыл кинзадан 100 грамм шөпті кесіп майдалап турап салдым. Және 2 ас қасық уксус қостым. Тұзды татымына қарай қостым. 3 ас қасық тұз қосылды. 3-4 қасық чайный ложкаменен сахар қосылды. Қант жалпылама әркім татымына қарай әркім қоса береді.